Сәлем балалар, 4-ші сынып математика 30-шы сабақ пысықтау және қорытындылау тақырыбы. Бүгінгі сабақтан алған білімдеріңді қорытындылайтын боласың. Бірінші тапсырма: жылдамдықты көрсетілген өлшем бірлігіне өрнекте 24 км сағатты метр минутқа айналдыру қажет. Ол үшін 24-ті мыңға көбейтіп 60-қа бөлеміз. Өрнектің мәні 400 метр минутқа тең болады. 120 метр минутты метр секундқа айналдыру керек. Мұнда 120 метр бар, метрді айналдырмаймыз, тек қана минутты секундқа айналдырамыз. Ол үшін 20-ны 60-қа бөлеміз, өйткені 1 минутта 60 секунд бар. 120-ны 60-қа бөлгенде 2, 120 метр минутта 2 метр секунд бар. 120 км сағатты метр минутқа айналдырамыз. 120 мыңды 60-қа бөлгенде 2000 метр минутқа тең болады. 42 мың метр сағатты метр минутқа айналдыру қажет. Бұл метрде тұр, сондықтан да сағатты минутқа айналдырамыз. 42 мыңды 60-қа бөлеміз. 42 мың метр сағатта 700 метр минут бар екен. Екінші есепті шығар. Шаңғышы 65 метр минут жылдамдықпен жүгіреді. Егер ол бір қалыпты жылдамдықпен қозғалатын болса, 5 минут ішінде қандай ара қашықтықты жүгіріп өтеді? Демек, мұндағы жылдамдық 65 метр минут, уақыт 5 минут. Біз ара қашықтықты табу үшін жылдамдықты уақытқа көбейтеміз. Демек, ара қашықтық 315 метрге тең екен. Тапсырмасы: турист 10 минут ішінде 920 метр жүріп өтті. Ол қандай жылдамдықпен қозғалды? Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлу қажет. 920 метрді 10 минутқа бөлгенде 92 метр минутқа тең. Демек, турист 92 метр минут жылдамдықпен қозғалған. Үшінші теңдеулерді шеш. X азайтып 56 көбейтілген 2 тең болады 850-ге. Өрнектерді ықшамдап аламыз. 56 мен 2-ні көбейтіндісі 112. Ал енді осы жерден X-ті табу үшін 850-ге 112-ні қосамыз. X-тің мәні 962-ге тең. Келесі теңдеу. Бұл жерде де 89-ды 3 есеге арттырып ықшамдап аламыз. Көбейтіннің мәні 267. X-ті табу үшін 748-ден 267-ні кемітеміз. Мұндағы X-тің мәні 481-ге тең болады екен. Теңдеулерді әрмен қарай тексеріп орындаймыз. Келесі теңдеу. 748 бен 205-ның қосындысын X-қа қосқанда өрнектің мәні 2000-ға тең болады. Ал енді теңдеуді ықшамдап аламыз. 748 бен 205-дің қосындысы 953-ке тең. Мұндағы екінші қосылғышты табу үшін қосындының мәніне бірінші қосылғышты азайтамыз. X 1047-ге тең болады екен. Ал енді теңдеуді тексеру үшін X-тің бастапқы мәніне 1047-ні қойып, өрнекті орындаймыз. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Соңғы теңдеу. 2 мен 1457-ның көбейтіндісі 2914-ке тең болады. Мұндағы X-ті табу үшін қосындының мәнінен бірінші қосылғышты азайтамын. X 7353-ке тең. X-тің бастапқы мәніне 7353-ті қойып, теңдеуімізді тексереміз. Теңдеуіміз дұрыс шықты. Төртінші тапсырма: кесте бойынша есеп құрастыр және де оны шығар. Қоғамдық көлік 500 метр минутпен 6 минутта қанша қашықтықты жүреді? Демек, қашықтықты табу үшін жылдамдыққа уақытты көбейтеміз. Қашықтық 3000 метрге тең болады. Келесі өрнекте жылдамдықты табу қажет. Жылдамдықты табу үшін ара қашықтықты уақытқа бөлеміз. 434 километрді 7 сағатқа бөлгенде 62 км сағатқа тең болады. Келесі уақытты табу үшін ара қашықтықты жылдамдыққа бөлу керек. 96 километрді 48 км сағатқа бөлгенде 2 сағатқа тең. Бесінші тапсырма: өрнектерді жазбаша түрде есепте және де тексер. 60.090-нан 2514-ті азайтқанда 57576-ға тең болады. Ал азайту амалын қосу амалымен тексереміз. 57576-ға 2514-ті қосқанда 60.090-ға тең болады. 144.004-тен 14404-ті кеміткенде 129.600-ға тең болады. 201.096-ға 64814-ті қосқанда 265.910. 80.025-ті 5 есеге арттырғанда 40.125-ке тең.
47.001-ді 9 есеге көбейткенде 423.009-ға тең. 202.457-ні 3 есеге арттырғанда 607.371-ге тең. 26.164-ті 4-ке бөлгенде 6.541-ге тең. 118.279-ғы 7-ге бөлгенде 116.897-ге тең. 194.121-ді 9 есеге кеміткенде 21.569-ға тең болады. 6-шы тапсырма. Балалар, 6-шы тапсырмаға мұқият назар аударыңдар. Мұнда есептеп мүмкін болатын жерлерде жауаптарын ірірек өлшем бірліктеріне айналдырып жазуымыз қажет. 21 мм-ді 100-ге көбейткенде 2100 мм-ге тең болады. 2100 мм-ді ірірек өлшем бірліктерге айналдырғанда 21 см-ге тең. Осылайша мүмкін болатын өрнектердің мәнінде ірірек өлшем бірліктерге айналдырып жазамыз. 9 см-ді 1000-ға көбейткенде 9000 мм, 9000 мм 9 метрге тең. 8 метрді 1000-ға көбейткенде 8000 мм, 8000 мм-ді 8 километр бар. 23 граммды 10.000-ға көбейткенде 230 000 грамм, 230 000 грамм 230 килограммға тең. 65 000 килограммды 100-ге бөлгенде 650 килограмм, 88 000 граммды 100-ге бөлгенде 880 грамм, 9200 күнді 100-ге бөлгенде 92 күн. 12600 сантиметрді 100-ге бөлгенде 126 сантиметр. 12 минутты 100-ге көбейткенде 120 минут. 120 минутта 20 сағат бар. 7-ші тапсырма. Кестені толтыр, кері есептер құрастыр және оларды шығар. Спортшы 100 метр минут жылдамдығымен жүгірді. Ол 2 километр жолды қанша уақытта жүріп өтеді? Демек, жылдамдығы 100 метр минут, уақыты белгісіз, арақашықтығы 2 километр. 2 километрді метрге айналдырамыз. 2-ні 1000-ға көбейтеміз, 2000 метр. Ал енді осы жерден уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. 2000 метрді 100 метр минутқа бөлгенде 20 минутқа тең болады. Демек, бұл спортшы 2 километр жолды 20 минутта жүгіріп өткен. 8-ші тапсырманы орында. Қосымша дерек көздерден басқа да нысандардың жылдамдығын анықта. Есеп құрастыр және де оны шығар. С 1920 метрге тең. Уақыт 10 сағатқа тең. Жылдамдық белгісіз. Жылдамдықты табу үшін арақашықтықты уақытқа бөлеміз. 1920 метрді 10 сағатқа бөлгенде 192 метр сағатқа тең. Демек, бұл көліктің жылдамдығы 192 км сағат. 9-шы тапсырма. Ойлан және жауап бер. 3 баланың әрқайсында 10 асықтан болды. Ойын аяқталған соң олар асықтарын санады. Кіші бала бұлай деді: мен аздап ұтылып қалдым. Егер оң қалтамнан бір асықты алып, сол қалтамға салсам, 2 қалтамдағы асықтардың саны тең болады. Ал егер сол қалтамнан бір асықты оң қалтама салсам, онда сол қалтада оң жаққа қарағанда 3 есе кем болады деді. Демек, кішісінде 4 асық болған. Үлкен айтты: сенің асықтарыңның саны мен ұтып алған асықтарға тең болады дейді. Ал ортаншысы болса, менің қалған асығымның саны үлкен ағамның ұтып алған асығының жартысына тең дейді. Олардың әрқайсында қанша асықтан болды? Демек, үлкенде 14, ортаншысында 12, ал кішісінде 6 асық болды. 10-шы есепті шығар. 10-шы А есебі. 7 метр секунд жылдамдықпен жүгіретін спортшыға 98 метр арақашықтықты жүгіріп өту үшін қанша уақыт қажет болады? Демек, уақытты табу үшін арақашықтықты жылдамдыққа бөлеміз. Демек, бұл спортшы 14 секундта жүгіріп өтеді екен. 10-шы Ә есебі. Автожарысқа қатысушы 178 км сағат жылдамдықпен қозғалды. 3 сағат ішінде ол қандай арақашықтықты бағындырады? Арақашықтықты табу үшін біз жылдамдықты
уақытқа көбейтеміз. 178 км сағатты 3 сағатқа көбейткенде 534 километрге тең болады екен.